ЛГБТ ұйымдары қарап отырсаңыздар жылдан жылға көбейіп бара жатыр. Жай ғана 2016 жылы 5-6 ғана қыз келіншектермен басталған шеру, митинг 2019-2020 жылы 3-5 адам жинайтындай шамаға жетті. Кәдімгідей ашық түрде айтып жатыр, біз Қазақстан мемлекетіндегі лесбияндардың, проститут қыздардың құқығын қорғайтынын баса айтамыз дейді. 8 жасар кішкентай бала санасы қатпаған. Менің жатырым, менің ережем деген сөздің ол қыз бала мағынасын түсінбейді де, бірақ оның қолында «Долой патриархат, даешь революцию» деген плакаттар бар. Осыны қалай түсінесіз? Посмотрите, пожалуйста, в словаре, что такое насихат, что такое пропаганда. Посмотрите внимательно. У ЛГБТ людей нет государственных площадок, у нас нет радио, у нас нет телевидения, которое вы сегодня представляете. Ну, давайте будем честны, что собираются делать с ЛГБТ людьми? Убивать? Может быть, мы займемся последствиями паводков, уважаемые депутаты или Минкульт? Она нарушает права человека, Конституцию Казахстана, по которой вы тоже живете. Я ваши права не нарушала. Вот и, пожалуйста, мои права тоже нельзя нарушать. Казахстанский союз родителей подпитывается и спонсируется Российской Федерацией. Мы хотим идти по пути страны, которая ведет войну агрессивную. Бізде болашақтың, ұрпақтың қауіпсіздігі, еліміздің қауіпсіздігі, дәстүрі маңызды. Сондықтан ол құлсық емес. Олар ешқандай оны жарнамалауы керек деп есептеймін.